Қарап отырсаңыздар, елімізде құдайға шүкір экономикасы дамып жатыр. Машина жоқ деп еді, 4-5 жыл бұрын қазір машинаны да жинап жатыр, тағы да басқа дүниелер. АЭС жоқ деді, АЭС салса да тағы жақпады. Бізде әйтеуір өзімізге, өз елімізде ештеңе ұнамайды. Медицина кезекте жаман дейміз, ананы да жаман дейміз. Айтқым келген мына көбісі қазір Түркияға барсақ, Южный Кореяға барсақ, күшті медицина дамып кеткен сияқты жасаймыз дейді ғой. Алдында Турцияға барғанымызда көрдік. Өзіміз сияқты дәрігерлер, өзіміз сияқты қойып жатқан диагноз бәрі бірдей ақ. Кейбір жерлерде олардың өздері айтып отыр. Біз әлі ана кеңес үкіметінен кейін қалған тәжірибемен жоғары деңгейде көмек көрсетті деп. Иә, енді құрал саймандары бар, бірақ мысалы Турцияның ел болуына 100 жылдан асып кетті ғой. Бізде 30 жылдың ішінде көп нәрседен қалып отқан жоқпыз. Көп жағдайда біздің халық барған кезде оларға кошелек ретінде қарайды. Ақшасын бәрін сорып, бірақ тура біздің қойған диагнозды қойып қайтып келіп жатады. Сол себептен біз негізі Түркиямен де жұмыс істейміз. Турецкий препараттарды да аламыз, тағы да операцияларды да өзіміз жасап жатамыз. Сол себептен басқа жерді мақтамастан бұрын өз еліміздің барлық мықтылығына көз жеткізгеніміз дұрыс болар деген ой. Алдағы тағы да рилстар салып отырамын, өз ойыммен бөлісіп, Турцияда болған кездегі не көрдім, не байқадым сол жайлы.